Анау тұрған біздің жылқышыларды қараңыздаршы достар. Аттың үстіндегі адам бәрібір де басқаша көрінеді, еңселі, бір сондай бір статный, бір андай маңызды болып көрінеді да. Американың ранчоларында қарасаңыздар, біздің жігіттер бастарына қалпақ киіп алыпты ғой. Дәл солай қалпақтарын киіп алған, аяқтарына саптама етік, үстерінде киім, кәдімгі ковбой бәрі, А біздің Қазақстандағы мал шаруашылығында неге бәрі осы Қазақстан қарулы күштерінің киімдері, сосын жаңағы тағы да басқа бір өндірістік киімдер сондаймен жүреді? Неге біздің өзіміздің имидж, өзіміздің стиль қалыптаспаған? Біз жақында осы мәселені қолға алып, Қазақстанның мал шаруашылығымен айналысатын азаматтарына арнайы киімдер шығарғалы жатырмыз. Мысалы, америкалықтар киеді ғой, ковбойлар, бастарына қалпақтарын бит-бит киіп алып, темекілерін шегіп, керемет болып тұрады да, мысалға. Сұмдық көрінеді, әдемі көрінеді. Пистолеттері бар, ана кинода жүреді ғой. Сәл сол сияқты ковбойлар. Біз де сол қазақстандық, сол сияқты керемет образды жасап шығаруды жоспарлап отырмыз. Біз осындай өндірістік киімдерді әкелсек, сіз алар ма едіңіз? Қазақстандық ковбойларды сіз қалай елестетесіз? Комментарийге міндетті түрде жаза кетіңіздерші. Айтпақшы, біз шығарған киімдердің сапасы 100% керемет болады, оған кәміл сенсеңіздер болады. Сөйлеген Қараторғай Дала Кемп парақшасы сіздер үшін. Мына видеоны мал шаруашылығымен айналысатын таныстарыңызға жіберіп қойыңыздар.